Қашаған қара. Қос жастықты қолтығы тола қысып, қалың көрпеде жамбастай жатқан қаршал жұтынып қойып сөзін жалғады. Бала күнінен бірге өскен құрдасымен бір қалауымды бер. Жақсы аттың құнын мен де білем. Қашағанның төрт аяғына төрт қара тіктім дейді. Қарашал сөздің тоғы түрін айтқанда үй іші тым-тырыс бола қалды. Енді елдің назары үй иесі Сағынайға ауды. Сағынай тумысынан сабырлы кісі болса да осы жол сыр беріп қалды. Қимасын қолқалаған құрдасын жақтырмай, шекесі шибарқаттай тырысқанын айналы отырғандар анық байқады. Артық ауыз сөз айтпаса да орнынан қоңпаңдай қозғалақтап тақыр басын сипалай берді. Біршама үнсіздіктен соң Қарашалға бұрылып: «Қалауың болсын, құрдас» деді. «Төрт қараңды да алмайым, бірақ қояр шартым бар. Қашаған қара үйге қашып келетін болса өзімде қалады, қайтып сұрамайсың» деді. Мұны естіген Қарашалдың көзі жайнап кетті. Бұлай тез келсе қояр деп ойламаса керек, орнынан жеңіл көтеріліп құрдасын құшақтай алды. «Мынау елдің алдында абыройымды түсірмей айтқанымды бергеніңе рахмет. Уәде болсын. Қашағаннан айырылсам қайтып сұрамайым. Аяулы досымның қимасын қолқалағаным үшін ат, шапан айыбымды төлейм. Жағдай қалай болса да ат орнына келген төрт қара сенің қораңда қалсын». Екі құрдас осылай мәмлеге келісті. Қашаған жүйрікті жетектеп Қарашал кетті, қимай Сағынай қалды. Қашаған қара ат біткеннің естісет, сүліктей қара сұлу мүсінімен желдей жүйріктігі қараған қазақты пай дегізбей тұрмайтын. Қашаған ат алу себебі Сағынайдан басқаға сауырын сипатпайды. Әбден бір қолға үйренген жануар өзгеге ұстатпайтындығынан Қашаған қара атанған. Қарашалда ат қадірін білмейтін адам емес. Сән салтанатымен ат мініп, аздап болса да сері атанып жүрген азамат. Елге атын шығарып, қос торы атанған жүйріктері де бар. Солай болса да Қашағанды көргеннен есі кетіп, ат құмарлығы қозып ауырып жүрген. Бүгін сәті келіп қолына түсірді, енді айырыла қоймас. Қарашал Қашағанды қанша баптаса да алаңдауын бір қоймады. Аспанға шапшып арқырай кісінеп, кейде қос құлағын тіктеп далаға тесіле қарап тұрып қалады. Иесімен өрісін сағынған жануарды Қарашалда түсінеді, бірақ ат құмар көңілі қимайды. Ел алдында айтылған уәделі сөзде мұның Қарашал атына сын еді. Осылай атпен арпалысып жүрген күндердің бірінде Қарашалдың үйіне қонақтар келді. Келгендерге аттарын көрсетіп бір мақтанып алу Қарашалдың сүйікті істерінің бірі. Ат қораны айнала тұрғандардан секем алған Қашаған бар екпінімен ышқына секіріп ағаш белдемеден атқып өтті. Елдің бәрі ат қаштылап шулап кетті. «Қап!» деп қалған Қарашалда енді бұл тіке үйрене тартады. «Қос торымен қуыңдар» деп бұйырды. Бірақ жағдай бірден олар ойлағандай бола қоймады. Қашаған қара арқырай кісінеп қораны айнала шауып жүріп алды. Қуғыншылар қос торыны ертеп мініп шыққанша алыстап кетпеді. Есті жануардың қылығынан секем алған Қарашалдың іші қып ете қалды. Мынау мені ел алдында сынамақ па деген ой санасына сап етті. Қарашалдың күдікті көңілі алдамапты. Қашаған қара қуғыншылар шыға зымырады. Жұрт ойлағандай еліне тіке тартпай, көз көрім қашықтықта қыстақта айнала шауып жүр. Қарашалдың мақтаулы қос торысын маңайлатар емес. Қырбасына шыққандар аламан бәйге көргендей тамашаға қарқ болып та қалды. Биік қырды үш айналғанда тоқ қарын қос торы да сыр берді. Енді жете алмасын түсінген қуғыншылар ат басын тартуға мәжбүр болды. Қашаған мұнымен де тынбады. Қарашалға қыр көрсеткендей жалғыз өзі биік қырды тағы бірнеше айналып, арқырай кісінеп батысты бетке алып тартып отырды. Жігіт болып атына кіргелмеген Қарашал аттың соңынан тесіле ұзақ қарады. Қашаған көз ұшында жалғыз қара ноқат болып сары даланы сызып бара жатты. Сағынай Көктөбенің басына күнде бір шығып қайтады. Созақтың кең даласын айнала көз тігіп, әлде бір қарайған көрінсе, көңілі алаңдап қалады. Сағынайдың күткені Қашаған қара жүйрігі. Қарашалдың атынан айырыла қоймайтын азамат екенін білсе де, жылт еткен бір үміті жоқ емес. Қарай көзі талып үйіне қайтады. Бүгін болмаса ертеңдері шаң беріп қалар деп өзін жұбатып қояды. Осылай күндер өте берді. Арада жылға жуық уақыт өтіп, Сағынай да аттан күдерін үзген.
Қашағанның орнына тағы бір жақсы тай байлап, қолы боста соны ермек етіп жүрді. Шоқтығы биік жануарым тайпалған жорға болады деп мақтап қояды. Бірде Сағынай өзіне ұнай бастаған тайын көруге ат қораға бұрылды. Қораға кірді де сілейіп тұрып қалды. Өз көзіне өзі сенер емес. Шынымен сол ма? Сасқалақтап қорадан шығып қайта кірді. Иә, дәл өзі деп күбірлеп қояды. Тумысынан сабырлы Сағынайды мұнша таңғалдырған жағдай Қашаған қараның қайта оралуы еді. Төрт аяғын кезек суытып ат қорада алаңсыз тұрған Қашаған есі келгенде мойнында бұрмады. Жақындап барған Сағынайды жақтырмағандай басын кегжите көтеріп сырт айналып тұрды. Бұрынғыдай еркелеп, тұмсығын иығына қоймады. Қант бер деп қалтасын тістелемеді. Сағынай қай жағынан келсе де сырт айналып қашқақтай берді. Атын сағынып қалған Сағынайдың көңілі су сепкендей басылды. Есті жануар ғой. Жат қолға жетектетіп жіберген иесіне әбден өкпелі екенін Сағынай жақсы түсінді. Амалсыз атының артқы жағынан келген Сағынай сауырын сипай келіп, құлақ тұсын қасығанда барып, Қашаған басын иіп тұмсығын мұның кеудесіне тықты. Қол тигізбей жиырылып тұрған денесі босап, жануардың көзінен мөлт-мөлт өткен қос тамшы жас ағып тұрды. Мұны көрген Сағынайдың да көңілі босап кетті. Бір-біріне бауыр басқан ат пен адам осылай сағынысып табысты. Сағынай енді атына барлай қарады. Іші тартылып қамшыдай қатқан жануардың шүңірейген екі көзінен жол азабын тартқаны байқалады. Жанына жақындай келген торы тайға шатынай қарағаннан әлі де болса үйжығардай екпіні бардай көрінді. Еңкейіп шашасынан ұстап көріп еді, сорғалай аққан тердің сортаң ұлпасы қолына төгілді. Сағынай Қашағанның қанша күн жол басқан ойша есептей бастады. Сонау арқаның даласынан Қаратауға дейін төтесінен салғанның өзінде айға жуық жүрген болуы мүмкін. Аттың қатты арығанынан солай топшылады. Жолда бетпақтың шөл даласы мен Шу өзенінің қос арнасын кешіп өтуде өте қауіпті. Оған қоса сырт көзден сақтанып күндіз жасырынып түнде жортып отырған болар. Өйткені қарашалдай мықтыдан құтылған Қашаған қайта құрыққа түспеудің жолын іздейді. Есті жануар ғой. Айға жоқ жүрсе де елге аман жетуді ойлаған болар. Сағынай атының мойнынан құшақтай тұрып енді жат жолдың жетегінде жібермеспін деп өзіне серт берді. Қашаған да мұның ойын түсінгендей басын шұлғи оқыранып, алдыңғы аяғымен жерді тарпып жіберді. Қайтқан малдың қайры бар дегендей, Қашағанның қайтуы Сағынайға құт болды. Ешкісіне дейін егіс туып шаруасы дөңгеленіп жүре берді. Қашағанның арқасында аты шығып Сағынай мырза атанды. Қорасы малға толды. Есіктегі басы төрге жетті. Қашаған қара Қаратаудың күнгей теріскей бетінде бәйге бермейтін айтулы жүйрікке айналды. Енді Сағынай бәйге таңдап, Қашағанды алдына тоғыз қара тіккен үлкен аламандарға ғана қосатын болды. Осылай атының бабымен бағы қатар шауып айдарынан желесіп жүргенде арада ондаған жылдар өте шықты. Жалғыз атты Сағынай еді, алдына үйірлеп жылқы айдаған бай болды. Қашағаннан аумайтын сүліктей қара құлындар Сағынайдың желісін толтырды. Атақ, абыройға әбден құнығып алған Сағынай атын бәйгеден бәйгеге салып қартайған Қашағанға тыным бермеді. Арны қатты Қашағандай арғымақты да ауыздықтай алатын уақыт деген күштің барын Сағынай естен шығарып алды. Созақтың кең жазығында қарғырым адам жиналған үлкен бір ас болып жатты. Ат айдаушының саңқылдаған дауысын естіген Сағынайда аламанға жиналған топқа беттеді. Дүбірлі топқа жақындағанда Қашаған тайсақтай берді. Аламанға шаппайын дегендей шатқаяқтай бұрылып қияс тартты. Аламанның алдында жайнаңдап шыға келетін жануар мінез көрсетіп, жүз қарадай жиналған дүбірлі топқа қосылмай қойды. Өмірі атының мұндай мінезін көрмеген Сағынай ішінен секем алып қалды. Дереу кіші баласын алдырып, Қашағанды ауыздықтап мінгізіп қойды. Әдетте бәйгені құр өзі шауып келе беретін Қашаған ауыздықталып үстіне бала мінген соң амалсыз ат айдаушыға қосылып кете барды. Аламан бәйгеге айдалған аттар қайтатын уақыт бол белдің бәрі қыр басына жиналысты. Сағынайдың көңілі қатты алаңдаулы. Бәйгеден келер атаққа қызығып, қартайған Қашағанды Аламанға зорлап қосып жібергенде енді қатты өкініп тұр. Жануар қалай болар екен деп қояды ішінен. Қарашалдың құрығынан құтылып келгенде бетін зорға бері қаратып еді.
Енді мұнысын кешіре қояр ма екен? Алдыңғы аттар көрінді деп шу етісті көпшілік. Ат келер тұсқа Сағынайда көз тікті. Қырағы көзі алыстан баран болып көрінген үш атты шалды. «Е, аруақ!» деп күбір еткен Сағынай Қашағанды күтіп алуға мәреге қарай ұмтылды. Сайын даланың шаңын шығарған жүйріктер көз жетім тұсқа жақындай түсті. Топ жүйріктің алдыңғы легінде келе жатқан үш қараның қайсысы Қашаған екенін көрермен жұрт ажырата алмай дал болысты. Өйткені үш қарада бір-бірінен аумайтыны ұқсас етті. Тіпті судың қос тамшысындай дерсің. Мәреге жақын қалғанда Қашағанда қос қара қуып жетіп қатарласа берді. Тіпті екеуі де алға озып Қашағанның танауына шаң иісі келе бастады. Өмірінде шаң қауып көрмеген Қашаған қанша барын салса да қос қараға жете алар емес. Өз шамасын білген есті жануар енді айлаға көшті. Құрықтай мойнын төмен салып жіберіп, қос құлағын жымита ұмтылып, қос қараның оң жақ қапталын ала шапты. Қашаған айғырдың айбарын сезген қос қара іркіліп қалды. Айғырдың қақпайына бағынып, оң жақ қапталдан ағысып артта қала берді. Үстіндегі шабандоз балалар қанша тебініп, қамшыласа да, қос қара қайтып Қашағанның алдына шықпай қойды. Бұл бәйге алдында келе жатқан үш қараның өзіндік сыры бар. Қашағанның қақпайына бағынған қос қара да Қашағаннан түскен құлындар еді. Елдің ажырата алмай қалғаны да содан. Қос қара да Қашағанның көшірмесі дерсің. Тай күніне дейін үйірде жүріп, Қашаған айғырдың шашау шығармайтын қатал тәрбиесіне үйренген жас қаралар әке тәртібін әлі де ұмыта қойған жоқ. Қашаған тірі тұрғанда оларды алға шығармайды. Әкеге тартып туған қос қара да тым есті жүйріктер еді. Әне міне дегенше алдыңғы аттар да мәреге жетіп келді. Әдеттегідей Қашаған қара бірінші өтті. Тек бұл жолы жеке дара келе алмады. Кәрі денесін сүйретіп, соңғы күшін сарп етіп, естілігімен амалдап әзер келді. Күншілік жерден шаптырған аламан бәйгеге күштеп салған, өзінен атақ, абыройды артық көрген есіне деген өкпесі де бар. Өмірінде алдына қара салмай, бар жастық күш жігерін есіне арнаған Қашағанның бұл дүбірлі аламаны соңғы шабыс етті. Қиқулаған көпшіліктің алдынан абыроймен шауып өткен Қашаған Сағынай тұрған тұсқа келгенде кілт тоқтады. Тоқтады да тосын мінез көрсетіп тулай жөнелді. Арқырай кісінеп аспанға шапшығанда үстіндегі Сағынайдың қарғадай баласын қалпақтай шұрды. Артынан өң-өңдей ұмтылған есіне бұрылып та қарамады. Хош дегендей арқырай бір кісінетте Қаратауды бетке алып тартып отырды. Сілейіп тұрып қалған Сағынай Қашағанның енді қайтып оралмасын жақсы түсінді. Түсінді де хош деп күбір етті. Соңынан қумақ болған балаларын да тоқтатып тастады. Ұзақ жыл бірге жүріп, әбден сыралғы болған ат пен адамның қоштасуы осылай тым қысқа болды. Иә, тым қысқа әрі өкінішті. Қашаған сол кеткеннен мол кетті. Қайтып оралмады. Не өзін, не өлігін көрдім, білдім деген жан болмады. Жалғаннан көңілі қалған жануар жалғыз жүргісі келді ме, я болмаса жас күнінде атағын ғана малданған адамзаттың алдында қартайғанда қадірдің болмасын түсінді ме екен, кім білсін. Бозала таң, құзар шың, Қаратау жотасының шырқау биігінде тастай суық таңғы ауаны кеудесін кере тыныстап жалғыз қара айғыр тұр. Бұл ендігі өмірін адамзаттың қолына қаратуды бойына ар санаған Қашаған қара тұлпар етті. Қаратау қырандарының қартайғанда тышқан аулап күнелтуге арланып, өзін-өзі тасқа соғып өлтіретін қасиеті бар. Көк биігіне шырқай көтеріліп, төменге қарай құлдилай құлаған қыран бүркіт тасқа соғылып барып жан тапсырады. Мұндайды қыран өлім деп қастерлейді қазақ. Қашаған шың басына шығарда тап осындай абыройлы өлімді мақсат тұтқан еді. Құзар шыңның биігіне көтерілгенде келе секірмей сәл аялдап тұрды. Мына жарық дүниені соңғы рет көріп қалайын дегендей, сонау төмендегі тоғайға одан басын көтеріп көк аспанға қарады. Алдыңғы аяқтарын тасқа тірей көтеріліп, арқырай бір кісінеп алды жануар. Кәрі тірсектері дірілдегендей болды. Арқына бағынбай тұрған аяқтарын бүге түсіп, атқи секіргенде серіппедей атылған қос тірсек нар тұлғалы тұлпарды шың басынан лақтырып жіберді. Енді бір сәтте шырқау көктен өзін-өзі тастаған тау қыранындай құлдилай ағып құлап бара жатты. Қашағанның өмірі дүбірлі аламанға толы болды. Ақ көбік атқылап, жан алысып, жан беріскен жарыстарда
қазақтың қазан аттарынан оза шабуды мыңнан бірге ғана бұйырар бақ еді. Азулыға алдырмай, тұяқтыға оздырмай, мына жалған дүниеден маңдай бағы жарқырап өткен қашаған жүйріктің тағдыры осылай аяқталды. Өр кеудесін бастырмай, кәрілікке қор болмай туған жердің топырағына айналды. Заманында алдына қара салмай, өз дәуірінің еркесіне айналған тұлпардың өлімі тұяқты да тектіліктің өлшемін көрсетіп кетті. Оның абыройлы өмірі мен нағыз тектілерге тән өлімі атақ қуған пенделердің алдында әлде қайда асқақ тұрды. Айдар Темірбекұлы, Ұлыма хат кітабынан алынды. Оқылған Қуат Ахметжанов.